Қазақтың ашуына тиме, қазақ өзі момын халық. Бірақ ашуына тисең, онда одан жақсылық күтпе. Неге десеңіздер, міне, кеше ғана өздерінің егемендігін жариялап, біздің солтүстік жерімізді бөліп шығарамыз деп, өздерінше бір қаулы шығарып, елді дүрліктірген солтүстіктің бір азаматтарын білесіздер. Енді олар президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлына шығып, біздің ордамызға түс, арашала деп шағымданып жатыр. Просим вас, Касым-Жомарт Кемелевич, как гаранта сохранения прав человека и гражданина, оказать нам поддержку и призываем всех благоразумия. Яғни біреулер оларға бір қастандық, бір қиянат жасайын деп атқан сияқты екен. Жоқ, Құдайға шүкір, құзырлы органдар бар. Олар өздерінің жұмыстарын әділетті түрде істейді деп сенеміз. Өйткені бұндай адамдар біздің елімізде бүлік шығарып, болмаған істі болды деп, өздерінше мемлекет құруға ешқандай құқысы жоқ. Бұл деген таза арандатушылық. Біз өзі бейбітшіл халықпыз, көп ұлтты мемлекетпіз. Осындай көп ұлттылықтың арқасында, бейбітшіліктің арқасында аман есен көрші қолаң елдермен бір жағымызда Қытай, бір жағымызда Ресей, осы мемлекеттің арасында бола тұра жақсы өмір сүріп келе жатырмыз. Бірақ осыны бұзу әлде біреулердің арманы. Сондықтан құрметті қазақ елі, бірге болайық, мықты болайық. Арандатушылыққа жол бермейік ағайын.